Assalamualaikum, ардақтағы қалайсыздар, қалайсыздарыңыз. Міне бүгінгі қыркүйектің 9-ы контейнерімізді өзіміз ашқалы жатырық. Әдеттегіндей міне осыншама контейнерді ашып, оның бәрі өтірік емес. Жаңағы біреулер айтады, YouTube-ты, Instagram-ды жаңағындай өтірік істеп аласыздар ғой деген сияқты. Ол енді оның бәрін істей беретіндей біздің расходымыз бар, не бар, оған сай келмейді да. Осы неде 4 машинамыз бар қазір. 4 машинамыз, соның әрқайсысының өзінің егелері бар. Тапсырыс берген, міне осы жерге алып келіп беріп жатырық. Біздің жаңағы алып келген көліктерімізді қалай қазір оңай болып жатыр. Енді сервис деген сервис өте қолайлы болып жатыр ғой. Сіздер іштен істемейсіздер. Сіздердің орындарыңызға біз істейміз бәрін. Қазіргі заманға сай бәрі онлайн болып жатыр ғой жаңағындай. Сол сияқты бәрін телефонмен көрсетеміз, компьютермен көрсетеміз, бәрін төлеп, осы қазақстанский номерға дейін под ключ деп айтылады. Сонау Кореядан, болмаса Дубайдан алып келіп, өстіп ашып, бәрін түсіріп, егелеріне тапсырамыз көліктер. Бисмиллахиррахманиррахим. Әрбір отбасы қуанады ғой, осы жерде көліктерді қазір. Пломбасы, сол Кореядан салынған пломба. Ал, көріңіздер. Қазір 4 көлік, біреуі Camry, екіншісі Sonata, одан кейін Palisade, одан Grandeur. Әр осы Қазақстан бүкіл қаласына тарайды. Түркістанға, Camry'miz Түркістанға барады, Sonata'мыз Шымкентке, Palisade Алматыға, одан Grandeur Шымкентке. Grandеurде жаңа бізде баяғыда Opel тасыған кезде Opel болған еді, сондай хит болып жатыр. Grandеурді шымкенттіктер жақсы көреді. Шымкент облысы, шымкенттер. Бізде енді жұмыс қалай жасалады, сол туралы кішігірім айта кетейін. Мынау міне өзінің таможенның өзінің зонасы бар. Осы жерден шығармайды. Осы жерге контейнеріміз келіп түседі темір жолдан. Сосын барып осы жерде машинаны түсіріп, растаможка сертификатын жасап, растаможка істеп, соны осы жерден шығарып, жаңағы утилін төлейміз, одан кейін первичка регистрациясын төлейміз, сосын барып егетіне полны тапсырамыз көлікті, жаңағы номермен бірге. Солай жұмыс жасалынады негізі. Енді өздеріңіз көргендегіндей басында қалай жасап жүрген едік, енді қазір бұл салада өте маман болдық қой. Өздеріңіз білесіздер ғой, қандай жағдай болған. Қытайда, Америкада, Украинада, Россияда соған байланысты контейнер кішігірім 1 ай мен 2 айдың арасында келіп жатыр. 1,5 ай мен 2 айдың арасында келеді. Өйткені Қытай арқылы келген соң ең жақын бізге Кореядан Қытайдың ішімен алып келген жақын и арзан болады. Алдында 2017 жылы, 16 жылдары 17 күн, 18 күн, 20 күнде келетін осы контейнерлер. Қазір енді бізде 2 вариант бар, 2 жол бар. Біреу контейнермен әкелеміз, біреуін скоростной әкелеміз. Тез келеді. Ол 15 күннен 20 күн арасында келеді автобуспен и контейнермен келеді. Асықпайым деген кісілерге контейнермен әкелеміз, арзандау қылып. Асығып жоқ, бізде уақыт жоқ қой бәрімізде. Асығам деген кісіге жаңағында 15 күнмен 25 күн ішінде автотралмен алып келеміз. Сондай біздің істеп жатқан іс-әрекеттеріміз. Міне Кореяда осы лото аукционнан алынған көлік. Аукцион листті осылай көрсетеміз. Жаңағы тапсырыс берер алдында міне жерде мынау R деген, қазір болмаса түсіріп көрсетейін. R деген ол кішкентай сколдар. Енді болады ғой кішкентай тас тиеді, қылдай сондай нәрселер, бірақ каскасы жоқ деген сөз. Одан кейін мына жерде W R дегендер,
Ода уже краска бар егесіне осы нәрсені көрсетіп, айтып түсіндіреміз. Мына беті, бір беті полный красетілген деп. Краскасы жақсы красетілген, бәрі көрінеді. Ол біз анау бірінші онлайн көріп аламыз ғой, сосын барып көріп алып, егесіне айтып түсіндіреміз. Осындай жағдай болған деп, 2 куб Sonata сүйегім бәрі таза. Мына если бір нәрсе болатын болса, ДТП болған болса, мына сүйектерде де белгілейді. Машинаның кузовы соғысқан болса. Бұл жерде үлкен царапина болған, соған, скорее всего, соған красетілген. Пробегі 102 мың, 2 литр бензин. Комплектациясын көрсеңіз, вообще шикарный, да? Осы машина 7 миллион 900-ге түсті. 7 миллионға 900-ге 18 жылғы машина аласыздар ма? Маған алып келіңіздер, мен аламын. Сол үшін ғой айтып жатқаным жаңағы тиімді, пайдалы деп жатқан Кореядан алып келу, өте пайдалы. Енді жаңағыдай ақылдылар сояқтан тапсырыс береді, өздеріңіз білесіздер ғой енді. Қалған өздеріңіз қорыққандар өшеде отырып сол машиналарды алады дегендей ғой енді. Ақмақ емес, қорыққандар өшеден алады осы өзіміздің рыноктан. Енді мына көлікті кішігін сабыр сақтап 1,5 айда келді көлік. Енді ол кісі рахатына мінеді. Еще бағадан өтіп жатыр, сапалы көліктен өтіп жатыр. Өте керемет, қасында достарына шірен түр мақтан алатындай машинада. Қараңыздар, қап-қараңғы қандай рахат. Бізде Шымкентте ауа құрғақ, күн ыстық. Осындай тонировка рұқсат берсе, өте керемет болады. Тонировканы жақсы көретін адамдарға жақсы комментарий жазып беріңіздер. Лавойға дейін тонировка деген. Енді ояқта да күн ыстық. Әрине жаңағы тонировкаға рұқсат берілген. Шетелде жаңағы Япония, Америка бәріне берген, бізге бермей жатыр. Тонировканы хотя бы налог емес, енді бір ақша төлейтін қылып, өкіметке түсетіндей қойса, бәрі қымбат қылмай, арзан қойса, бәрі төлеп тонировкасын істететін еді. Соған қарай мына көлікті қараңыздар. Артында 2 шторкасы бар. Олда да шторка, подогрев, сиденьялар бәрі бар. Енді қараңыз. Задний вид камера, климат контроль, подогрев сиденья, подогрев руль, push старт, мультируль, еще жандарный боковой дерево. Қараңыз, қалай егесі қуанбайды осы машинаны көргенде, осындай арзан бағаға келгенде. Сіздерге бұйырсын, осы бұның бәрі видео жасалмаған, әр егенің өзінде клиенттеріміз бар. Әр егесі, мысалы, бұл кісіге мен алып кеп бердім, осы көліктен қандай рахат ләбіз алады, мен айтпасам да, ол өзінің ортасы, туысқаны, группалас, анау, жегжат, бізде қазақта қырғын ғой. Сол кісілерге рекламаны мен айтпасам да өзі жасап жүреді. Өйткені мақтанатындай бар да бұл. Мақтанатындай, кожаный салон. В общем, сондай тапсырысты аямай бере беріңіздер. Міне біздің осы YouTube каналымыз бар. Қаншама көлікті әкеп жатырық, көрсетіп жатырық. Тағы да көріңіздер, қазір қалған Palisade шығады, Grandeur бар, оларды да көріңіздер. Бағалары ең бірінші бәрі баға сұрайды. Сол бағаны бірге айтайық, көріңіздер, жүріңіздер. Бұған келсек, бұл Kia K7 3 литр бензин. 2.5-ке бармаңыздар. Неге 2.5-ке бұлының Kia K7-нің салмағы ауырлау екен да. Айдап көрдік. Бірақ кішкене жетпейді екен 2.5-ке сыраны. 3 куб. Ол керемет. 3 кубқа төлейтін ақшамен 2.5-ке төлейтін ақша екеуі бірдей. Өте 3 куб алған жақсы. Міне сары салон, қара цветті. Комплектациясы полный, проекция 360, электронный щит дейді. Бәрі электронный. Так, одан кейін мына жерде жаңағы режимдарды ауыстырады. Спорт режим, эконом, комфорт. Өздеріңіз көргенде керемет. Toyota 70-те осындай бар ма? Әрине жоқ. Память сиденья, крыша панорама, электронный щиток Toyota'да жоқ. Бұда еще механикасы бар, екі жанында.
Бұлай салып жүрмейсің, алдында тұрады. Өте керемет. Телефон зарядтайды. Енді осындай комплектациядан бас тартқан білмеймін, қанша әйтеуір мақтап жатырық. Все равно Toyota дейсіздер. 50, 55, 70. 70-тен өлсе өлігі артық. Еще одан қаншама комплектациясы көп. Мультимедиа артында, сары салон, өте полный комплектация. Полный комплектацияда біліп алыңыздар. Міне жанында міндетті түрде мына жерде мынандай шоктар тігіледі. Одан кейін міндетті түрде Kia K7-нің аты жазылады. Осы полный комплектацияға байланысты. Енді қараңыздар, Toyota'ны қазір біздің рынокте қанша деп жатыр? Осындай 20-шы жылға өлді 18 миллион, 19 миллион деп жатыр. Бұл полный комплектациямен сол жақтан 15,5 миллионға келіп жатыр. 15,5 миллионға. 15,5 миллионға мынаны шырқап мінген жақсы ғой. Достар, шын сөзді айтқанда, қандай машинаны айдап баратқанда да демалып айдайсың да, керемет. Бәрімізге баға қызық қой. Бағаларын бәрін қазір айтып шығам. Toyota Camry бір 15,5-ға келді, 20-шы жылға 15,5-ға келді. Grandeur бензин 3 куб, бұл 12 миллион 500-ге келді. 12 миллион 500-ге. Grandeur Palisade бізде Prestige комплектациясы 22 миллионға келді. Ақ свет, өте қараңыздар, керемет. Қазір бізде Palisade популярный хит болып жатыр. 200-ның қасында, Prada'ның қасында өлсе өлігі артық. Palisade. Вообще, просто мен сөзіме сенбесеңіз, жолдастардан болмаса біреуден автосалон бар, тест-драйв жатырып көріңіздер. 200-ка Land Cruiser'дегі тағы да Prada'ларды мініп жүрген, Lexus мініп жүрген кісілерге айтам, осы Palisade'ға мініп көріңіздер. Енді Palisade керемет. Өйткені мақтайтындай несі бар. Palisade мініп жүрген жігіттерді қолдаймын. Одан кейін Kia K7 3 куб бензин. Атырауға бұл. Атыраулықтарға сәлем. Примерно, по-моему, 16-ға ма келді, по-моему. Есіме шығып кетті. 3 куб бензин 16-ға. Енді ар жақтағы Hyundai Sonata 18 жылғы. Бұл 2 куб бензин комплектациясын көрдіңіздер. Бұның бағасы 7 миллион 900-ге келді. Міне 7 миллион 900-ге, 7 миллион 900 бізде рынокта ондай состояниеда, осындай комплектацияда жоқ десек болады. Біздің номерлерді білесіздер, YouTube-тың жанында астында телефон номерлеріміз бар. Біз уже қанша видео түсіріп жатыр, көрсетіп жатыр, қанша машина әкеліп жатырық. Тапсырыс берсеңіздер болады. Болмаса біздің автосалондардан несиеге, жаңағы наличкаге келіп машина сатып алсаңыздар болады. Жаңағы енді өшедегі мен бір ай күтпеймін, бір жарым ай күтпеймін деген кісілерге бізде өшеде де өздерін алып келіп сататын машиналарымыз да бар. Одан кейінгі міндетті түрде осы видеолар ұнаса, жаңағыдай лайк басып, подписать етіп, комментар қалдырыңыздар. Жаңағы сөйлесейік комментар көрмейді емес, комментардың бәрін көреміз. Баға жағына бәрі жаңағыдай құрып отырып жазады. Реально адамдар келеді, тапсырыс береді, сөйтіп тапсырыс беріңіздер. Міне көліктерді, осыншама көліктер алып келіп жатырық. Қаншама жерде қазір 5 машина. Осы 5 отбасы қуанып, бүгінгі түсірген контейнер машиналар келгендерін бәрін, видеоларын бәрін жіберіп, соған риза отыр. Бірге болайық, сау саламатта болыңыздар. Жақсы.